Бәріңізге сәлем, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Айгүл. YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай рогалики дайындаймыз. Бұл рогаликиді мен өте жиі пісіремін. Өйткені осы рогаликиге көп тапсырыс түседі. Және де бұның құрамы да, жасалуы да қатты қиын емес. Магазиннен табылатын заттардан жасалады. Бірақ соған қарамастан көрінісі, дәмі де өте ерекше. Қатты тәттіні жақсы көрмейтін адамдарға бұл өте күшті тәтті, өйткені құрамына өте аз қант қосылады. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Мына жерде өте жұмсақ сары майға тұз септім кішкене, сметана салдым. Мына жерде видеода мен қант ұнтағын салуды ұмытып кетіппін. 10 грамм қант ұнтағын саламыз. Содан кейін оларды бір араластырып алғаннан кейін үстіне ұн және сода саламыз. Содан кейін вилкамызбен жақсылап араластырып, қамырымызды илейміз. Илеп болған қамырымызды пакетке салып, бір жарым 2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Қамырымыз кішкене қату керек. Өзімен кішкене жаям, қолмен басып тезірек қату үшін. Қамыр холодильникте бір жарым 2 сағат тұрғаннан кейін теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Ұнымызды сеуіп, 2 бөлікке бөліп, илеп, қайтадан холодильникке қойып қоямыз. Мен әдетте таңертең илесем, түстен кейін кешке қарай пісіріп аламын. Не болмаса түнде илеп жатамын. Содан кейін таңертең пісіріп аламын. Начинкасына грецкий орехты осылай езіп аламыз. Кәдімгідей майда болғанша езіп алғандарыңыз дұрыс, өйткені андай үлкендері қалып кетсе, ол қамырды жыртып жібереді қасықпен жаққан кезде. Сондықтан осылай езіп алғаннан кейін осының үстіне вареный сгущенканы саламыз. Маған өзіме Рогачев ұнайды. Ол болмаса ТЭП фирмасын қолдануға кеңес беремін. Яғни вареный сгущенка өте сапалы болсын, сонда пісірген кезде рогаликиді начинкаларыңыз ағып кетпейді. Араластырып болғаннан кейін қамырым менің бір түн тұрды холодильникте. Кәдімгідей андай формасын жақсы ұстап тұрған әдемі қатты қамыр болады. Енді осыны ұнға аунатып, арасында ғана ұн сеуіп жайып аламыз. Ұнды қатты көп сеппейміз, өйткені соңғы этапына қарай себудің қажеті жоқ көп. Өйткені ұн көп болып кетсе, мынау начинканы жаққан кезде мынау поверхностьтен көтеріліп кете беріп, қамыр мешать етеді, дұрыс жағылмайды. Анау столға жабысып тұрғаны жақсы да, сонда начинканы жағу өте ыңғайлы болады. Қамырды осылай жайып аламын. Менікі всегда андай домалақ болмайды. Осы именно рогаликиді овальный болып кетеді кішкене. Осындай именно осыларды өлшейтін менің өзім метрім бар. Тәттілерді өлшейтін, соны ойып, кәдімгідей өлшеп тұрып бөліп аламын. Менің әдетте мына жағы 56-54 сантиметр болады, а бұлай 44-46 сантиметр шығады. Осы 4 бөлікке бөліп, уже қалғанын көз мөлшермен примерно осылай
теңдей әр бөлікті 4 бөлікке бөліп аламын. Біздің қамырымыз жаңағы столға жақсы жабысыңқырап тұр, қимылдамай. Сондай кезде начинканы жағу оңайырақ болады. Барлығын бөліп болдық. Енді осылай начинкасын жағып шығамыз. Мен осылай шетінен жағып ораған ұнайды. Не болмаса бәрін жағып алып барып орасаңыздар да болады. Мен екінші қамырын солай жасадым. Екінші қамырды жайып, кесіп, осылай жағып шықтым бәрін, бірақ бұны орайтын кезде осылай шетінен жеке-жеке алып ораған дұрыс. Өйткені тұрған күйі орай берсеңіздер, қамырдың шеті келесі тұрған ненің начинкасына тиіп кетеді. Содан кейін печкада именно сол жері қызарып, біртүрлі неравномерно піседі. Менде болған ондай жағдай. Сондықтан соған осылай жеке алып орауға мән беріңіздер. Барлығын жасап болдық. Енді менде осыдан 32 штук шығады, осындай бір противень. Енді осыны 170-175 градуста осылай әдемі болып золотисты болып қызарғанша пісіріп аламыз. Сонымен біздің рогаликелер дайын. Вроде қатты көп уақыт алмайды. Құрамы да магазиндерден табылатын заттардан жасалады. Бірақ соған қарамастан осылай сахарный пудра сеуіп дастарханға қойсаңыздар, кәдімгідей әдемі көрінеді. И дәмі де өзінің бір ерекшелігі бар. Рогаликидің жасалу жолы сіздерге ұнаса, осы видеоға лайк басып қойыңыздар. Комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Өздеріңіздің танысыңызбен бөлісіңіздер каналымның дамуы үшін, және каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алда әлі тағы біраз күшті рецепттермен бөлісемін деген ойым бар. Көріскенше сау болыңыздар.